Қайырлы күн, құрметті көрермендерім, сіздермен Жазира. Бүгін сүзбелі булочкалар жасайтын боламыз. Оған сүт, тұз, құрғақ дрож, май, қант және бір жұмыртқаны жақсылап араластырып, соңында ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Құрамы да өте оңай, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызды қуантыңыздар. Міне осылай барлығын бірден салып араластырамыз да қамыр илеп, оны жарты сағатқа қойып қоямыз. Достар, каналға жазылып, лайк басып қойсаңыздар, қуанышты боламын. Ең бас жағында осылай ұнды лопатканың көмегімен араластырып алдым. Кейін оны қолмен иледім. Қамыр көтерілгенше қойып қойсаңыздар жақсы. Неке осылай жұмсақ қамыр болды. Қамырды илеп болған соң салмасын дайындап қоямыз. Салмасына 400 грамм сүзбе, бір жұмыртқа және 3 ас қасық қант қостым. Егер тәттірек болғанын қаласаңыздар, қантты көбірек қоссаңыздар болады. Қамырым осындай болып көтерілді. Оны енді өз қалауларыңызша кішкене-кішкенеден бөліп формаларын құрастырасыздар. Менде сәл үлкендеу болды. Кішілеу қылсаңыздар да болады. Неке осындай қылып кішкене жайып, енді стаканмен салмамызды салатын жерді осылай ойып алдым. Менде форма жоқ. Сосын стаканды пайдаландым. Енді сүзбемізді осылай салып шығамыз. Пешті қыздырып қоямыз. Да оны пешке баяу отта 30 минутта пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді болып шықты. Балаларға өте ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Мені қолдап жіберіңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.